сүйісу кезінде жұғатын ауру болып есептелінеді. Себебі асқазанның ойық жарасы пайда болуында хеликобактердің үлкен рөлі бар. Сондықтан бұл адам түшкірген кезде, кекірген кезде, соның ішінде сүйісу кезінде жұғады деп айта аламын. Асқазан ойық жарасы қойылған күннен бастап әрине науқаста өте қорқыныш сезімі пайда болады. Бұл қазір қорқуға болмайды, себебі асқазан ойық жарасын қазір өте жақсы емдейтін түрлері бар. Соның ішінде протондық помпаның насостары дейді. Одан кейін эрадикация жүргізіледі. Осы операцияға жеткізбей-ақ бұны асқазан ойық жарасын өте жақсы емдеуге болады. Семьяда үлкен аталары, үлкен кісілер осы өңеш ісігімен, болмаса ұйқы безінің ісігімен ауыратын болса, бұл кісілердің мысалы балалары, туған туысқандары 100% болуы мүмкін деп олай айта алмаймыз. Бірақ тұқым қуалаушылықтың өз маңызы бұл жерде рөлі бар. Қыжыл қай уақытта пайда болады? Ол көбінесе асқазан, өңеш ауруларының бірінші себептері болуы мүмкін. Сондықтан қыжыл пайда бола бастаса, жергілікті дәрігерлерге барып қаралу керек. Себебі бұл өңештің қабынуы, асқазанның қабынуы, соның ішінде ойық жараның да басталуы болуы мүмкін. Мысалы, адам ағзасында микрофлоралар болады. Бұлардың сапалық, сандық жағынан өзгерісі кезінде дисбактериоздар пайда болады. Бұның басты себептері іш өту болады көбінесе. Адам өзін әлсіз сезіне бастайды. Бұндай кезде өзінің жергілікті терапевтеріне, врачтарына қаралып, нәжісті тексеріп, дисбактериоз бар ма, жоқ па, қазір өте әртүрлі диагностикалық сынамалар бар. Сол бойынша дисбактериозды анықтауы болады. Дисбактериоз қалыпты жағдайда болмау керек. Тек чаймен, болмаса дәрі-дәрмектермен адам арықтай алмайды. Себебі қазіргі уақытта біздің қыз-келіншектер, әйел адамдар өзін әдемі, сондай артық салмақсыз өмір сүргісі келеді. Бұның ең басты себебі жақсы диета ұстау. Ол дегеніміз майлы тамақтарды жемеу, түнге қарай көп тамақ ішпеу, дене қозғалысымен айналысу. Жедел ауру пайда болған кезде дәрі ғана ішіп, осымен басылып қоюға болмайды. Бұл әртүрлі қатерлі, соның ішінде хирургиялық ауруларға әкелуі мүмкін. Сондықтан бірден өзінің жергілікті дәрігерлеріне, болмаса жаңағы ауру сезімі өте қатты болса, жедел жәрдем шақыру керек. Бұндай сезім адамдарда өзінен өзі пайда болмайды. Бұл ішкі ағзалардың, соның ішінде өт жолдарының, асқазан ауруларының бастамасы болуы мүмкін. Олардан әртүрлі аурулар тарауы мүмкін. Оның ішінде токсоплазмоз дейді, апистархоз дейді, көбінесе кептерлерден жұғады ол. Мысалы, ит ауыра бастаса, ол мазасызданып, қауып, өріп, сөйтуі мүмкін. Осындай кезде оны бұдан сақ болу керек. Әсіресе осы кезде қауып алғандай болса, жедел қаралу керек дәрігерге, себебі бұл жерде құтыру ауруына шалдығуы мүмкін. Ол кезде тырысқақ белгілері пайда болады. Диета болғанда оның да өз нормасы болады. Бұл дегеніміз майлы тамақтарды шектеу, дайын тамақтар, фастфудтарды азайту, газдалған сусындарды азайту. Осының ішінде диетаға отырғанда дұрыс диетаға отыру керек. Бұл дегеніміз күніне 4-5 рет тамақтану, жеңіл тамақтану.